Күйеуінің сөмкесіне шөпті салып жатқанда, келіннің қолы дірілдеп кетті. «Апа, бұл не шөп өзі?» деп ақырын сұрады ол. Енесі терезеге қарап тұрып: «Қызым, кей нәрсені уақыт келгенде ғана түсінесің. Тек салып қой. Басқасын сұрама» деді. Келін үндемеді. Үйге келін болып түскеніне небәрі 6 ай ғана болған. Бірақ осы 6 айдың ішінде ол бұл үйде біртүрлі құпия барын сезетін. Енесі кейде түнде жалғыз отырып сөйлесетін. Кейде үйдің бұрышына ұзақ қарап қалатын. Ал күйеуі соңғы кезде тым өзгеріп кеткен еді. Бұрын күліп жүретін жігіт қазір ашушаң. Телефонын ешкімге көрсетпейді. Түнде далаға жиі шығады. Келін іштей бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезетін. Сол күні күйеуі іссапарға кетуге дайындалып жатты. 3 күнде келемін деді қысқа ғана. Бірақ көзіне қарамады. Келіннің жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Күйеуі сыртқа шығып кеткенде енесі әлгі кепкен шөпті әкелді. Иісі ерекше еді. Бір түрлі иіскі иіс. «Мынаны сөмкесінің ішіне білдіртпей сал» деді. «Не үшін?» Енесі ауыр күрсінді. Кей еркек жолдан тайғанда үйдің берекесі де кетеді. Келін шошып кетті. «Сонда сіз не айтқыңыз келіп тұр?» «Қызым, менің ұлым өзгерді. Ана жүрек анадан ештеңені жасырмайды». Осы сөзден кейін келіннің бойын қорқыныш биледі. Себебі соңғы күндері күйеуінің телефонына бір әйел жиі хабарласатын. Күйеуі оны жасырып сөйлесетін. Бірақ келін ештеңе демеген. Өйткені ол күйеуін шын жақсы көретін. Сол түні күйеуі жолға шықты. Ал келін ұйықтай алмады. Түнгі сағат 3-те сырттан бір түрлі дыбыс естілді. Терезе өзінен өзі сықырлап ашылды. Келін орнынан тұрып қараса, аулада аппақ киінген кемпір тұрғандай болды. Бірақ көзді ашып жұмғанша жоқ болып кетті. Келін қорқып кетті. Таңертең бұл туралы енесіне айтты. Енесінің өңі бозарып кетті. «Сен де көрдің бе?» деді жай ғана. «Кімді?» Енесі үнсіз қалды. Сосын баяу ғана: «Ол менің енем». Келіннің жүрегі тоқтап қала жаздады. Бірақ ол кісі қайтыс болған жоқ па? Иә, 7 жыл бұрын. Үйдің іші суып кеткендей болды. Сол күні кешке дейін күйеуінен хабар болмады. Телефоны өшірулі. Келін уайымдай бастады. Ал түнге қарай есік қатты тарсылдады. Күйеуі келіпті. Бірақ түрі қорқынышты еді. Өңі қашқан. Көзі алайып кеткен. Ол үйге кіре сала сөмкесін ашып: «Мынаны кім салды?» деп айқайлады. Қолында әлгі шөп. Келін үндемей қалды. Енесі жай ғана: «Мен салдырдым» деді. Күйеуі ашуланып: Неге бұлай істедіңіз?» Сол кезде енесі орнынан баяу тұрып: «Себебі сен отбасыңа опасыздық жасамақ болдың». Үй іші тып-тыныш болып кетті. Күйеуі үнсіз қалды. Келіннің көзіне жас келді. Өйткені бәрі рас екен. Күйеуі басқа әйелге кетпек болған. Іссапар дегені сылтау ғана. Бірақ кенет күйеуі орындыққа отырып басын ұстап алды. «Жолда бір түрлі нәрсе болды» деді дірілдеп. «Не болды?» Түнде көлікпен келе жатқанда жолдың ортасында бір кемпір тұрды. Келіннің денесі мұздап кетті. Ол маған қарап: «Үйіме қайт. Анаңның көз жасынан қорық» деді. Сосын мен қорқып кеттім. Көлікті тоқтаттым. Бірақ қайта қарасам ешкім жоқ. Енесі көзін жұмып отырды. Ал күйеуі сөзін жалғастырды: «Бірақ ең қорқыныштысы, мен әлгі кемпірдің суретін үйден көргенмін». «Қайдан?» «Ол менің әжем еді». Осы сөзден кейін келіннің денесі дірілдеп кетті. Себебі ол түнде аулада көрген адамда дәл сол кемпір болатын. Бірнеше күн өтті. Күйеуі мүлде өзгеріп кетті. Үйіне ерте келеді. Телефонын жасырмайды. Келініне бұрынғыдай жылы сөйлей бастады. Бірақ бір күні енесі келінді оңаша шақырып алды. «Қызым, бір нәрсені есте сақта». «Не?» «Кейде бұл өмірде бізді тірілер емес аруақтар қорғайды». Келін үндемей қалды.
Сол түні ол ұйықтай алмай ұзақ жатты. Бір кезде дәлізден аяқ дыбысы шықты. Тық-тық-тық. Есіктің ар жағында біреу жүргендей. Келін қорқып көрпенің астына кіріп кетті. Ал таңертең дәлізден бір уыс кепкен шөп тауып алды. Бірақ оны бұл жолы ешкім салмаған еді. Сіз осындай тылсым оқиғаға сенесіз бе? Пікірге жазыңыз. Арнасқа тіркеліп осындай қызық әңгімелерді жіберіп алмаңыз.